Бұл ұлтшылдардың құрылтайы деп басында ең алғаш осыдан бір 7-8 ай бұрын әңгімені бастаған кезде қазақ ұлтшылдарының құрылтайы деп бастағанбыз. Бірақ одан кейін бұл ұлтшыл деген сөз өте жаңағы қауіпті сияқты көрініп ел жұртқа ұлтшыл деген сөзден қорқып, сонан кейін біз ұлт демократтарының құрылтайы деп оны өзгерттік. Ал қазіргі кезде ол құрылтай деген сөз өте бір қасиетті, оған жағы билер сөз сөйлеу керек, хандар ғана шақыру керек деген әңгімені айтып, содан кейін мына ұлт демократтарының халықтық жиналысы болу керек дегенде әңгіме көтеріліп жатыр. Бірақ енді ең соңында қандай тақырыпқа тоқталатынымызды әлі де біз ақылдасамыз. Ал менің жеке ойымды айтатын болсам, ұлт демократтарының құрылтайы деген тақырып дұрыс сияқты. Өйткені жалпы менің ойымша құрылтай деген сөзден қашудың қажеті жоқ. Өйткені жалпы қазақтың құрылтайы осыған дейін бір рет болса, ұлтшылдардың құрылтайы бірнеше рет болды. Жалпы құрылтай деген нәрсені ұйымдастырудың басы да, аяғы да біз емеспіз. Сондықтан қазақ ұлтшыл демократтардың құрылтайы деген менің өзіме ұнайды. Бірақ енді 10 қазаннан бастап қазір құрамына кәдімгідей 30 шақты адам кірген ұйымдастыру комитеті құрылды. Ол ұйымдастыру комитетінің жетекшісі болып Мұхтар Шаханов ағамыз сайланды. Қазір соның жақында 3-ші жиналысы өтті. Қазір құрылтайды ұйымдастыру, өткізу жөніндегі комитеттің жұмысы қызу жүріп жатыр. Ол туралы газет журналдарда біраз жерлерде біз оны айттық. Қазір енді ең негізгі біздің осы уақытқа дейінгі қол жеткен нәрсеміз, біз дайындаған жаңағы ұлттық демократиялық мемлекет қалыптастыру жөніндегі тұжырымдаманы ұйымдастыру кеңесі толығымен қолдады. Толығымен қолдап, оны өзгерістер мен толықтырулар енгізгеннен кейін жаңағы құрылтайдың бекітуіне ұсынамыз, күн тәртібіне шығарамыз деп келістік. Бұған сол жиынға қатысқан бүкіл ұлтшыл ағаларымыз Мұхтар Шаханов, Мереке Құлкенов, жаңағы тағы басқа көптеген ағаларымыз толығымен қолдады. Қазіргі уақытта осы тұжырымдамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша 10 адамнан құралған арнайы топ құрылды. Сондықтан Алла қаласа бәрі жақсы болса 23 қарашаға дейін бұл тұжырымдама бір жақсы, сауатты, жоғары деңгейдегі құжат болады деп біз ойлаймыз.